Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақта сіздер жаңа физикалық шамамен танысатын боласыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дененің тығыздығы деп аталады. Жалпы жаңа тақырыпты меңгеру үшін мен мынадай мысалға тоқталар едім. Біз өткенде айттық, денелердің көлемін анықтау үшін өлшеуіш цилиндрді пайдалануға болады дедік, мензурканы. Ал денелердің массасы деген тақырыпты қарастырған кезде дененің массасын өлшейтін құрал ол бізде таразы болып табылады. Ендеше мынадай мысал келтіретін болсақ, қандай да бір заттан жасалған екі денені алайық. Көлемдері сәйкесінше V1 және V2 көлемді белгіленуін білеміз, және де массалары сәйкесінше M1 M2 деп белгілейік. Бірақ та олардың көлемдері қандай, массалары қандай әзірше білмейміз. Жалпы осылай белгілейік. Енді өлшеуіш цилиндр, яғни мензурканы пайдаланып, осы денелердің көлемдерін анықтап алуға болады. Соның нәтижесінде біз жазаламыз. Екінші дененің көлемі бірінші дененің көлемінен 2 есе үлкен болды дейік. Біз өлшеуіш цилиндрді пайдаланып, осы денелердің көлемін анықтаған кезде қалай анықтау керек екендігін білеміз. Енді таразыны пайдаланып, олардың массаларын есептеген кезде біз келесідей қатынасты таптық. Яғни екінші дененің массасы бірінші дененің массасынан 2 есе үлкен болды. Ендеше осындай қарапайым мысалдың негізінде біз білеміз, осыдан шығатын қорытынды. Дене массасының көлемге қатынасы екі жағдайда ол бірдей болады. Өйткені қатынас тұрақты болады. Тұрақты болатын болса, бұл қатынас нені көрсетеді? Бұл қандайды бірлік көлемдегі массаны сипаттайды. Бірлік көлемдегі массаны сипаттайды, және де бұл жерде біз жаңа осы бүгінгі сабағымыздың тақырыбына сәйкес шаманы енгіземіз. Ол тығыздық деп аталады. Тығыздық ол грек әрпімен ро-мен белгіленеді. Оқылуы ро, жазып қойға, ро деп оқылады деп біліп жүріңіздер. Тығыздық. Өйткені мына қатынас орындалады екі жағдайда да. Массаның көлемге қатынасы бірдей болады. Соның нәтижесінде жаңа шама енгізіп жатырмыз. Және де мен тағы да бір қайталап өтейін. Біз айттық, өлшем бірліктердің негізгі және туынды өлшем бірліктері болады. Тығыздықтың өлшем бірлігі ол туынды өлшем бірлікке жатады. Себебі біз массаның килограммға қатынасын сипаттау барысында оның өлшем бірлігі пайдаланылады болады. Массаны килограммен өлшейміз. Көлемді халықаралық бірліктер жүйесінде метр куб. Ендеше килограмм бөлінген метр куб ол бізде тығыздықтың өлшем бірлігі болып табылады. Сондай-ақ бізде тығыздыққа тағы да мынадай мысал келтірсек болады. Көлемі бірдей екі денені алайық дейік. Біреуі темір болсын, екіншісі алюминий болсын. Олардың массалары бірдей болады ма? Бұл сұраққа жауап беру барысында олардың массаларында өзгешелік болады. Себебі бірлік көлемге сәйкес келетін массалар әртүрлі. Яғни олардың тығыздықтары әртүрлі. Мына қатынас тұрақты дедік қой, жоғарыдағы. Ендеше төменге қарай тығыздықтың формуласын жазып қойып. Тығыздықтың формуласы ол m бөлінген v. Массаның көлемге қатынасы. Ендеше біздің жаңа қарастырған мысалда біз темірді қарастырдық. Ро темір ол бізде 7800 килограмм бөлінген метр куб. Және де екінші мысал ретінде біз алюминий денені алдық. Ро алюминий ол бізде 2700 килограмм бөлінген метр куб. Міне, олардың массалары әртүрлі болатындығы бірлік көлемге сәйкес келетін массаларына, яғни тығыздықтарынан қарап ажырата аламыз. Қайсысының массасы көп, қайсысыныкі аз екендігі. Енді тығыздықтың өлшем бірлігіне кішкене тоқталайық. Кей жағдайда
тығыздықтың өлшем бірлігі есептеу барысында килограмм бөлінген метр кубпен емес, грамм бөлінген сантиметр кубпен берілуі мүмкін. Грамм бөлінген сантиметр куб. Грамм бөлінген сантиметр кубты килограмм бөлінген метр кубқа қалай айналдыра аламыз? Ол үшін төменге жазып қойып, бұл да тығыздықтың өлшем бірлігі болып табылады, беріледі осылай. Енді грамм бөлінген сантиметр кубты килограмм бөлінген метр кубқа айналдырайық төменгі жағында. 1 грамм бөлінген сантиметр куб болсын. Әр қарай. Граммды килограммға айналдырамыз. Кило дегеніміз 10-3 дәрежесі, кері граммнан килограммға өту үшін 10-3 дәрежесі болады. 10-3 дәрежесі килограмм. Бөлімінде сантиметр куб тұр, я? Біз 1 метрде 100 сантиметр бар екендігін білеміз. Ендеше санти дегеніміз ол 100-ден 1 бөлік. Ендеше 10-2 дәрежесі сантиметр және ол куб дәрежеде. Осыдан алымындағы шаманы өзін жазып қойық. 10-3 дәрежесі килограмм. Бөліміндегі дәрежелерді көбейту барысында -2-ні 3-ке көбейтеміз, оның -6 дәрежесі болады. Мына кешіңіз метр. Айналдырдық қой. Метр куб. Әрі қарай. Енді санды, дәрежелі санды. Бөлімінен алымын ауыстырған кезде дәреже көрсеткіші кері қарама-қарсы таңбаға өзгереді. Яғни оның -6 дәрежесі алымына +6-мен барады. Соның нәтижесінде 10-ның, енді қараңыздар, 10-3 дәрежесі плюс 10-6 дәрежесі. 10-3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб деген шаманы аламыз. Яғни 1 грамм сантиметр куб, бұл бізде 10-3 дәрежесі килограмм бөлінген метр кубқа тең болады. Енді осыдан барып бізде мынадай қатынас жазаламыз. Егер сізде есептеу барысында, есептің шартында дененің тығыздығы 5 грамм бөлінген сантиметр куб десе, оны аламыз да 1000-ға көбейте саламыз. 5000 килограмм бөлінген метр куб болып шыға келеді. Кей жағдайларда есептің шартында бұлай деп жазып қою мүмкін. Жауаптарыңызды грамм бөлінген сантиметр кубта беріңіз деп. Бұл жағдайда табылған шаманы, мысалы 7000 килограмм бөлінген метр куб болатын болса, грамм сантиметр куб айналдыру үшін оны 1000-ға бөлесіз. Сол кезде 7 грамм бөлінген сантиметр куб деген шаманы алатын боласыздар. Бүгінгі сабағымызда жалпы дененің тығыздығына байланысты. Осы дененің тығыздығын өлшеуге байланысты, ол бізде тікелей массасын және көлемін өлшеу арқылы табылатындығын бағана тәжірибеде көрсеткен болатынбыз. Енді бүгінгі сабақтан сіздер негізгі нені білу керексіздер? Дененің тығыздығы дегеніміз не? Ол бірлік көлемге сәйкес келетін дененің массасы туралы. Өлшем бірлігі халықаралық бірліктер жүйесінде қандай? Сол жайлы. Және де негізгі өлшем бірлігінен бөлек көп жағдайда есептеулерде қандай өлшем бірлікке есет, және грамм сантиметр куб деген өлшем бірліктен негізгі өлшем бірлікке қалай ауысуға болады? Соны қарастырған болатынбыз. Тағы да осы тығыздыққа байланысты нәрселерді ол практикалық тапсырма барысында, яғни есептеу шығару барысында әрі қарай дамытатын боламыз. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.